Ал балалар, енді мына қоржыннан бір сұрақты алып, жауап бере береміз. Мұхаммед туралы Саханов жазған достан. Дастан. Мараттың зауалы. Дұрыс, жақсы. Мына сұрақтарды алып отырайын, е? Бір сұрақ. Шахан қай жылы туылды? Шахан қай жылы туылды? 1942 шілдеде. 2 шілдеде. Сұрақтарын ұстап отырамыз. Мұхтар Шахановтың туған жері. Жақсы. Тағы бір сұрақтар қалып тұр. Баласының ісі дұрыс па? Баласының ісі дұрыс па? Емес. Себебі ол қазақ батырының алдап басын кесіп алды. Жақсы. Әкесінің мінезі қандай? Әкесінің мінезі өте намысшыл. Ер намысты, ер жігітті. Жақсы. Махамбет туған жерін жақсы көрді ме дейді? Күн жатамыз. Жауап береді. Оны қалай дәлелі бар ма оған? Туған жерін ағатының енді сені жетер егер жол қалай. Менің бассыз қалған бұлым, сенің бассыз қалған бұлым. Жақсы балалар. Жалпы нарықтың зауалы туралы біраз мағлұмат алдық, иә балалар, иә? Енді тақтаға қарайықшы. Екі жақты күнделік. Мынандай шумақ кітабымызда. Бала үміт қызығының өлшемі. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кімнің? Әкесінің сөзі. Соны табайық кітабымыздан. Табайық кітабымыздан ұстайық. Осыны тауып аламыз. Даусымды шығарып қайтып. Еркен асым? Балам үміт қызығының өлшемі өзің едің қайғым болды дейсің. Ұстап отырамыз бардыңыз. Басына шыққане мына төбенің осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тумастай ертегіңді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат еді. Мүмкін сонда ұғынарсың қасеңді, күн аяққа баста заңын даланы. Ұмыт қана қатал тарих сабағым, кешір мені таусылды бар амалым. Дала заңы, баба заңы қарағым деп әкесі қолына алды садағым. Иә, балалар. Енді мына жерде әкесінің айтқан сөзіне өз ойыңды қосасың ба, Еркен асым? Бала үміті қызығымның өлшемі әрі қарай өз ойыңды жаза ғой. Иә, маркермен жаза ғой. Қысқаша дәптерімізді ашамыз. Ашамыз барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Ашамыз. Аша беріңіз. Аша беріңіз дәптерімізді. Дәптерімізді ашамыз. Жаңағы жалғастырамыз. Бұл өлең шумақтарынан біз әкесінің баласына деген ызалығын естісек болады, себеп ол батырды өлтіргеніне. Жақсы. Әкесі баласына ызалы. Жақсы. Енді балалар қазір жазбай отырамыз. Енді мынандай бір шумақ бар үзінді. Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға. Кімнің сөзі бұл? Баласының сөзі. Осы жолдарды тауып алайықшы. Осы жолдарды тауып алыңдар. Ол қай жерде? Кім оқиды осыны? Иә, 144-ші бетте ма? Даусымызды шығарып, жаңа оқымағандар. Кім оқыды жаңа? Енді Нұрғана даусыны шығарып. Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға. Ой залымай, жүзі қара залымай. Мұнша залым екеніңді қалай келмейсің? Бұдан өте зор аспет болады. Бұдан өте зор аспет болады. Деп әкесі жасын берді жаңа. Болды, жақсы. Міне, баласы айтты, балалар? Баласы не деп айтты? Топ
алғанына мақтанып тұр. Жазыңдар. Жаза. Өз сөзімен өз немен. Балалар, дәптерімізге осыны тартып аламыз болса. Жазамыз, Елена, жаза қой. Жаз. Баласы Махамбет Сұлтанның басын алғанына мақтанды. Мақтанды. Отыра ғой. Енді балалар, біз енді осыны сабағымыздың мақсатында жаңа сабақтың басында айтып өткенмін, шығарманы жаны пізірдің даму барысына, жаңашылдығына, заманауи тұрғыдан баға беруіміз керек. Енді біз баға беріп, оған ойымызды айтуымыз керек балалар. Осы шығармадағы әкесінің ісі, баласының ісі деп бөліп отырмыз өзіміз. Әкесінің іс-әрекеті дұрыс па? Баласына жасаған. Еркен аз айта ғой. Менің ойымша ол бірінші себебі ол баласы. Енді мына топ әкесінің ісін құптап отыр. Дұрыс жасады деп жақтап отырсыңдар, иә? Солай кесімге келдіңдер, айта ғой, иә? Себебі баласы әкесінің Махамбет жек көретін кішкентайынан келген. Сол әкесі оны мақтасын деп, сол үшін ол Махамбет балдар соғып, сондай батырдың басын кесіп алған. Ол әкесі оны өлтіреді, мен оны дұрыс деп ойлаймын. Себебі әкесі оны істемесе де оны міндетті түрде басқа біреу істеуі мүмкін еді. Дұрыс айтады. Әкесі істемесе де оны басқа бір адам істеуі мүмкін еді. Енді сіздер не айтасыздар? Мына топ Аспан. Әкесінің істеген іс-әрекеті дұрыс па? Мен әкесінің істеген іс-әрекетін қолдамаймын. Қолдамаймын дейді. Неге? Өйткені өз баласын өлтірген адам ол ел болмайды. Ол өз туған баласын өлтіріп тұр. Бір адам үшін онда өз баласын өлтіргенше ұятқа қалған дұрыс еді деп ойлаймын. Әне, өзінің туған бауыр етті баласын өлтіргенше ұятқа қалғаны дұрыс еді деп санайсыздар. Жақсы. Ал сіздер не айтасыздар, қайтып? Біз орта шешімге келіп, онда бір жерден қолдап, бір жерден қолдап. Иә, бір жағынан қолдадыңыздар, бір жағынан мына топты қолдадыңыздар, иә? Қолдайтын себебі Махамбетке баласы, яғни әкесі жиі айтатын Махамбет жайлы ол анасын қатты жақсы көрген, анасын жақсы көрген, сол үшін дұрыс емес. Баласы әкесі үшін кек алып сұлтанның басын кесіп тастайды. Бұл жерден бір жерден дұрыс деп санаймын. Дұрыс деп санаймын бір жағынан, иә? Екінші жаққа қолданбайтынымыз, ол сұлтан Махамбетте рухты керемет сұлтанның басын шыққан қателік деп санаймыз. Себебі әкесінің де қателікпен ол настайынан баласын айта берген, баласы кек аламыз деп басын алып жүрген, сонда өзі қайтыс болды. Бұның барлығы дұрыс емес деп санаймыз. Бір жерден қолдаймыз, Иә, дұрыс. Бір жағынан қолдап тұр Ділданың тобы, бір жағынан қолдамаймыз дейді. Жақсы. Ал енді балалар 148-ші бетті ашамыз. 148-ші бетте дәптерімізге жазамыз. Кейіпкерлері Махамбет әкесі баласы, олардың мінезін жазамыз. Әрқалай шығармадан үзінді келтіреміз, дәлелдейміз. Ал, тапсырмаларымыз орындаңыздар. Тапсырмаларымыз орындаймыз. 4-ші тапсырмамызды.